Здравствуйте, ребята! Урок номер 6. Я люблю отдыхать на жайлау. Мен жайлауда демалғанды жақсы көремін. Ты будешь учиться составлять небольшой рассказ по вопросам, понимать содержание текста, использовать в речи слова-признаки. Сен сұрақтар бойынша қысқаша әңгіме құрастыруды, мәтіндердің мағынасын түсінуді, сын сөздерді қолдануды үйренесің. Упражнение 1. Послушай стихотворение. Что ты узнал из него? Өлең жолдарын тыңдаймыз және одан не білдің? В горах на жайлау пасутся овечки, там дедушка юрту поставил у речки. В нее воздух чистый и солнышко льется, нам с дедушкой в юрте отлично живется. К нам гости с утра через коврик-порог летает небесный живой ветерок. Баянбаев. Тауда, жайлауда, қойлар жайылымда жүр. Ал атамыз болса, өзеннің жағасына киіз үйді құрды. Оның ішіне таза ауа кіреді, күннің нұры түседі. Ал біз атамыз екеуміз киіз үйдің ішінде керемет өмір сүріп жатырмыз. Біздің киіз табалдырығымызға күнде таңертеңгісін бізге тірі жел аспаннан ұшып келеді. Пастбище, жайылым, чабан, шопан. О чем это стихотворение? Өлең жолдары не туралы? Почему мальчик любит отдыхать на жайлау? Бала неге жайлауда демалғанды жақсы көреді? Как живется дедушке внуку на жайлау? Атасы мен немересі жайлауда қалай тұрып жатыр? Упражнение 2. Прочитай текст. О чем оно? Мәтінді оқы, не туралы? Жайлау – это летнее пастбище для животных, лошадей, овец, коз. На жайлау красивые горы, чистый воздух, чистая вода, сочная зеленая трава. Животных охраняет чабан. Чабан живет в юрте. Жайлау – ол жануарларға арналған жайылым. Яғни ол жерде жылқылар, қойлар, ешкілер барлығы жайылып жүреді. Жайлауда әдемі тау, таза ауа, таза су, шырынды жасыл шөп бар. Жануарларды шопан қорғайды, ал шопан болса ол киіз үйде өмір сүреді. Выпиши из текста выделенные предложения. Қарамен жазылған сөйлемді жазып аламыз. Найди в предложение слова-признаки. Сөйлемнен жаңағы сын сөздерді тауып аламыз. На какие вопросы они отвечают? Олар қандай сұраққа жауап береді? Так, слова-признаки, сын сөздер. Красивые горы, чистый воздух, чистая вода, сочная зеленая трава. Так, горы какие? Красивые. Слово-признак это красивые. Воздух какой? Чистый. Вода какая? Чистая. Трава какая? Сочная, зеленая. Сын сөздер. Әдемі тау, таза ауа, таза су, шырынды жасыл шөп. Тау қандай? Әдемі. Ауа қандай? Таза. Су қандай? Таза. Шөп қандай? Жасыл, шырынды. Вспомни. Есіңе түсір. Слова, которые обозначают признак предмета, отвечает на вопрос какой, какая, какой, какие. Сын сөздерді білдіретін сөздер қандай деген сұраққа жауап береді. Упражнение 3. Найди общее в стихотворении, тексте и картинке. Мәтінде, суретте және өлең жолдарында ортақ нәрсені табамыз. Составь рассказ на тему жайлау. Жайлау тақырыбына әңгіме құрастыр. Используй вопросы-помощники. Көмекші сұрақтарды пайдалан. Что такое жайлау? Жайлау дегеніміз не? Как называют людей, которые охраняют животных на жайлау? Жайлауда жануарларды қорғайтын, күзететін адамды кім деп атаймыз? Где живут чабаны? Шопандар қайда тұрады? Какая природа на жайлау? Жайлауда табиғат қандай? Какие животные пасутся на жайлау? Жайлауда қандай жануарлар жайылады? Упражнение 4. Опиши животных на жайлау. Жайлаудағы жануарларды суретте. Слова-признаки не должны повторяться. Сын сөздер қайталанбауы қажет. Лошадь. Лошадь какая? Быстрая, сильная, умная, красивая, грациозная, верная, дикая. Жылқы қандай? Жылдам, күшті, ақылды, әдемі, әсем, адал және жабайы. Баран какой? Домашний, молодой, старый, горный, упрямый,
Травоядный. Қошқар қандай? Үйдікі, жас, кәрі, таулы, және қырсық, және шөппен қоректенетін. Упражнение 5. Рассмотри картинки, которые сделал Санат на жайлау. Жайлауда Санат жасаған суреттерді қара. Прочитай и подбери каждой картинке нужные предложения. Әрбір суретке қажетті сөйлемді сәйкестендіреміз. Первая картинка. Бірінші сурет. К первой картинке относится предложение. Бірінші суретке сәйкес келетін сөйлем. Я люблю лошадей, они быстрые, сильные и умные. Мен жылқы жануарын жақсы көремін. Олар жылдам, мықты әрі ақылды. К второй картинке относится четвертое предложение. Екінші суретке төртінші сөйлем сәйкес келеді. Я кормлю лошадь травой, сеном, пою водой. Мен жылқыны жасыл шөппен тамақтандырамын және оған су беремін. К третьей картинке относится второе предложение. Үшінші суретке екінші сөйлем сәйкес келеді. Лошадь может выполнить тяжелую работу, она перевозит груз. Жылқы жануары ауыр жұмыс жасай алады, ол жүк тасиды. К четвертой картинке относится третье предложение. Үшінші сөйлем сәйкес келеді. Лошадь может перевозить людей. Жылқы жануары адамдарды таси алады. Пятой картинке относится пятое предложение. Бесінші суретке бесінші сөйлем сәйкес келеді. Я люблю кататься на лошади верхом. Это очень здорово, а ты любишь езду на лошади? Мен жылқының үстіне мініп серуендегенді жақсы көремін. Ол өте керемет. Ал сен жылқының үстіне мінгенді ұнатасың ба? Упражнение 6. Спиши в тетрадь 3 предложения. Дәптеріңе 3 сөйлемді көшіріп жаз. Одно предложение, в котором ставится точка. Бір сөйлемге нүкте қойылатын сөйлемді жазамыз. Других восклицательные и вопросительные знаки. Ал басқа сөйлемдерде леп белгісі және сұрақ белгісі болу керек. Я люблю лошадей. Здесь точка. Это очень здорово. Здесь восклицательный знак. А ты любишь езду на лошади? Здесь вопросительный знак. Записываем. Жазып аламыз. Мен жылқыны жақсы көремін. Ол өте керемет. Ал сен жылқыға мінгенді ұнатасың ба? Урок окончен. До свидания.